2005 жыл. Бұл ең өтімді ұялы телефон болды. Сізде де осындай болған шығар. Сол кезде бұл компания ұялы телефондар нарығындағы көшбасшы еді. Оның менеджерлеріне үнемі осылай болатындай көрінген, бірақ олар дүние тез өзгеретінін ескерген жоқ. Кім ұдайы дамыса, сол әрқашан алда жүреді. Сондықтан бүгін қолыңыздағы телефонның маркасы басқа. Қазір біз де нарықта көшбасшымыз. Әлемдегі барлық атом станцияларының 20%-ын уран концентраттарымен қамтамасыз етеміз. Біздің орнымызға таласқандар толып жатыр. Сол себепті біз стратегиямызды өзгертіп, трансформацияны бастаймыз. Алдымызда ірі уран өндіруші компания ретіндегі шепімізді сақтап қалумен қатар, өндірісті әртараптандыру міндеті тұр. Өз уранымыздан атом станцияларына арналған дайын отын өндіретін боламыз. Демек, қосымша табыс табамыз. Біз сондай-ақ жабдықтарды жаңарту, энергияны үнемдеу, технологиялық үдерістерді жетілдіру арқылы өнімділікті 2 есеге көбейтіп, өндіріс тиімділігін арттыруға тиіспіз. Мұнан да нәтижелі болу үшін бір ғана салалық қызметпен шұғылданамыз. Сондықтан өзіміз салған мектеп, балабақша мен ауруханаларды әкімдіктерге тегін тапсырдық. Ал бейінді емес активтерді бәсекелі ортаға береміз. Уран өндіретін кәсіпорындардың кеңселерін аймақтарға көшіру өндірісті тиімді басқаруға мүмкіндік жасайды. Ал автоматтандырудан миллиардтаған теңге үнемдейміз. Өз өнімімізді қолайлы сату үшін тапсырыс берушілерге жақын болып, бәсекелестерге қарағанда олармен жедел және тиімдірек жұмыс жүргізу үшін біз трейдинг компаниясын құрамыз. Алайда трансформация тек үдерістер мен технологиялар ғана емес. Бірінші кезекте ол біз. Компания қызметкерлеріміз. Бізге де өзгеру керек. Біздің тиімділігіміз жұмыста өткізген сағаттар санымен емес, нақты тапсырманы орындаумен және білім деңгейімізбен өлшенетін болады. Бәрі де әділ. Жақсы жұмыс істесек, табыс та мол. Қазатомөнеркәсіп құнының қымбаттауы, қызметкерлердің әл-ауқаты мен ертеңгі күнге сенімінің артуы трансформациялау бағдарламасының нәтижесі болмақ. Біз Қазатомөнеркәсіпті әлемде бірінші орынға шығардық. Компанияны жаңа деңгейге көтеру де қолымыздан келеді. Үздік болу үшін трансформацияланамыз.